Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін бізде Қазақстан тарихы пәнінен ең бірінші сабақ. Бүгін біз жалпы Қазақстан тарихындағы орта ғасыр деп аталатын замандағы ең алғашқы мемлекет, яғни түрік қағанатының тарихымен танысатын боламыз. Түрік қағанаты қалай құрылды, оның ішкі және сыртқы саясаты қалай болды, содан кейін бізде біле білсеңіздер, түрік қағанаты екіге бөлініп кетеді, батыс түрік және шығыс түрік болып. Сөйтіп әрқайсысы мемлекеттің батыс түрік қағанатында, шығыс түрік қағанатында тарихына тоқталатын боламыз. Ал ендеше кеттік, мұқият тыңдаңыздар және де экранға назар аударсаңыздар. Бірінші мемлекет, ең алғашқы орта ғасырлық оқушылар түрік қағанаты. Өмір сүрген уақыты бізде жылдармен беріледі, 552 және 603 жылдар аралығында. Енді бізде бұл қағанат қалай құрылды? Бұл қағанаттың қалай құрылғанын айтпастан бұрын оқушылар, бұл қағанаттың халқына назар аударайық. Түрік қағанаты, яғни түрік деген сөзден шығып тұр, өзі айтып тұр, халқы түріктер болған екен. Ал бізде бұл түркі тайпалар ең алғашқы кезде оқушылар бізде Қытай шекарасының батысында және Алтай тауларының етегінде өмір сүрген екен. Осы жерде мына жақта Алтай таулар етегінде деген сөзге мұқият назар аударып естісеңіздер, Алтай таулар деген қазір карттан көрсетемін біраз уақыттан кейін. Бізде яғни ең алғашқы түркілер осы Алтай тау етектерінде өмір сүріп, кейін осы түрік тайпаларының ішінде Бумын деп аталатын түріктердің көсем басшысы болады. Сол кісі бізде түріктердің жалпы өмір сүретін еліктерін Хуанхэ жағалауларына дейін ұлғайтады екен. Хуанхэ деген бізде Қытайда ағатын өзен бар, сол өзенге дейін ұлғайтады. Кейін бізде жалпы енді айтып жатырмыз ғой, түріктер Алтай тау етегінде өмір сүрді, Хуанхэ жағалауларына дейін Бумын бізде оның еліктерін ұлғайтты деп, енді бұл деректерді қаяқтан алып отырмыз? Бұл деректерді бізде ең алғашқы рет түріктер жайлы деректер қалдырған Қытай жылнамаларында екен. Қытай деректерінде 542 жылдан бастап оқушылар түріктер жайлы деректер кездеседі. Бұл маңызды ақпарат, бұны жаттап жүріңіздер. Жалпы ол деректерде сонымен қатар түріктердің Жужан қағанына бағынышты болып, осы жужандарға салықты темір түрінде төлегені бізге белгілі. Жалпы Жужан мемлекеті оқушылар бізде осы орта ғасырда 6 және 5 жылдарда қалыптасқан Монғолия, қазіргі Монғолия территориясы бар, сол жерде қалыптасқан мемлекет. Яғни түркілер осы Жужандар мемлекетінің ішінде соған бағынышты тайпа болған екен. Сөйтіп уақыт өте келе Бумын Жужандарға қарсы шығып, соғыс ашып, 552 жылы Жужандар мен түркілер соғысып, бізде 552 жылы Бумын Жужандар талқандап өзінің мемлекетінің негізін қалайды екен. Осылайша бізде 552 жылы оқушылар түрік қағанаты пайда болады екен. Жалпы түрік деген сөз негізінде сол кездері жай ғана берік және күшті деген мағына білдірген екен оқушылар. Кейінірек Бумынның еліктері түрік қағанатының территориясы ұлғайған сайын, сол территорияда мекендетін барлық тайпалардың ортақ атауы оқушылар түрік деп атала бастайды екен. Ал бастапта негізінде жай ғана берік және күшті деген сөз деген мағынасында болды, және де ол тек қана Ашин әулетіне қатысты болды. Ашин әулеті дегеніміз сол жаңағы Бумынның шыққан әулеті. Бумын бізде Ашин әулетінен шыққан екен. Кейін Бумын қайтыс болғаннан кейін таққа оның баласы Мұқан келеді. 553-572 жылдар билік еткен, ал оның тұсында бізде түркілердің территориясы Орталық Азия мен Оңтүстік Сібірге дейін созылады екен. Оның барлығын қазір картадан көрсетемін. Армен қарай түрік қағанатын нығаю оқушылар бізде ештеме қалған кезінде бұл Бумынның інісі ол кездері жаңағы Мұқан еді ғой қаған, сол қағанның көмекшісі ретінде, ябғұй ретінде қызмет атқарып, қағанаттың территориясын ұлғайтқан еді. Қай территориясын десеңіздер, батыстағы, яғни толығымен Қазақстан жерін басып алған, Каспий теңізі немесе Еділ өзеніне бойына дейін жеткізген кім десек, бұл бізде ештеме қалған екен. Жалпы бізде түрік қағанаты өзін нығайған кезінде жалпылама территориясы шығысында Манчжуриядан басталып, Қытайдағы Манчжурия деген аумақ бар тарихи, оның барлығын қазір карттан көрсетемін. И Босфорға дейін жеткен екен, батысында оны тоже көрсететін боламын. Сөйтіп сол кездер өзін нығайған кезінде оқушылар сол кезде де басқа да ірі мемлекеттер болды ғой, мысалға Византия, Иран, Қытай деген сияқты осы мемлекеттермен байланыс орнатқан екен. Жалпы ұлттық тестілеуде бізде бекіткен осындай сұрақ бар базасында 6 ғасырдың 60 жылдары түрік қағанаты қандай ірі мемлекеттермен байланыс орнатты деген, жауабы бізде Византия, Иран, Қытай болады екен. Егер оңай жатталғаныңыз келсе, ВИқ деп жаттасаңыздар болады. Солай жақсы есте қалады. Енді біз айтып отырмыз ғой,
Иранмен, Византиямен қарым-қатынас жасады. Қандай қарым-қатынас жасады, соған тоқтала кетейік. Ең бірінші 6 ғасырдың 80 жылдары оқушылар бізде түркілер парсы елмен, парсы дегеніміз жаңағы Иран, парсы екеуі бір, осы парсы елмен өзара одақтастық жасасады. Әскери одақтастық келісім бойынша олар орталық Азиядағы ірі ифталиттер мемлекетін талқандайды екен. Яғни түрік қағанаты парсымен одақтасып, орталық Азиядағы ифталиттер мемлекетін жояды. Міне бұл парсы елімен, яғни Иран елімен түрік қағанатының байланысы болса, ал Византиямен байланысы оқушылар 568 жылы Византия мен түркілер арасында елшілік алмасып, олар енді керісінше Византия мен түркілер бірігіп, уже парсыларға қарсы одақ шығарады екен. Парсыларға қарсы әскери сауда, сауда дегеніміз, яғни бізде орта ғасырда Ұлы Жібек жолы деген керуен сауда жолы болды, мыңдаған шақырымға созылған, Қытайдан басталып Европаға дейін жететін, сол сауда керуені негізінде сол Иран жерінің қалаларымен өтетін болған. Бірақ 568 жылы түріктер мен Византия арасындағы келісімнің нәтижесінде олар уже Ұлы Жібек жолында өздеріне иемденіп алып, түрік қағанаты мен Византия парсы елмен өтпейтіндей қылып жасатады екен. Яғни парсы елмен уже Ұлы Жібек жолы айналып өтетін болады. Бұл өз кезегінде парсы елінің экономикасын құлдырауына алып келеді екен. Енді мемлекеттің ыдырауына тоқтала кетейік. Жалпы 6 ғасырдың соңы мен 7 ғасырдың басында оқушылар бізде Қытай күшейіп кетеді. Соған сәйкес бірақ енді тура сол уақытта түркілердің арасында өзара қырқыстар пайда болып, олардағы орталық билік әлсірейді. Сөйтіп соны пайдаланған Қытай 603 жылы дипломатиялық жолмен, осы сөзге акцент қойып отырмын, дипломатиялық жолмен, яғни оны әскермен басып алуға күші жетпей, өзара жаңағы түрік қағандардың арасында іріткі салып, бұл мемлекеттің екіге бөлуіне қол жеткізген болатын. Сөйтіп бізде бірыңғай түрік қағанаты деп аталатын мемлекет толығымен екіге бөлініп кетеді екен. Батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты, Енді әкімшілік әлеуметтік құрылысына тоқталатын болсақ, жалпы айтуға, өзінің шарықтау шегіндегі оның территориясы түрік қағанатының шығысында Манчжуриядан басталып, батысында Босфорға дейін, солтүстігінде Сібір аймағына дейін, ал оңтүстігінде Парсы жеріне дейін созылған екен. Бұл мемлекеттің бас билеуші лауазымы қаған болды. Және де қағандардан сайланды тек қана Ашина руының өкілдері, яғни бумын бізде Мұқан барлық Ашина әулетінен туылғандар ғой, тек қана солар ғана, кім Ашина әулетінен туылса ғана солар ғана қаған бола алады екен. Ал бұл мемлекетте бізде қарапайым халықты будундар деп атаған, ал ақсүйек дегеніміз оқушылар байлар, бай шонжарлар, сол мемлекеттің бай кісілері бізде бектер деп аталған, ақсүйектерді бектер деп атаған. Жалпы енді мынау картаға назар аударсақ, оқушылар қараймыз. Мына жерде жалпы қызылмен, толығымен өзінің шарықтау шегіндегі түрік қағанатының территориясы. Енді осы жерде мынау Қытайдың территориясындағы мынау көк мышқаға назар аударсаңыздар, мына жер Манчжурия деп аталады. Қытайдың солтүстік шығыс бөлігі Манчжуриядан басталып отыр. Дұрыс, Одан кейін батысында Босфор бұғазына дейін. Босфор деген бұғаз негізінде оқушылар Европа мен Кіші Азияны бір-бірімен байланыстыратын бұғаз. Стамбулда орналасқан көпір бар ғой. Екі Европа мен және Азияны біріктіретін бұғаз екен. Осы жерге дейін созылған. Ал солтүстігінде шектеседі Сібір аймағымен. Сібір деп оқушылар Ресейдің толығымен жартысы осында үлкен территорияның барлығы мына жерде Сібір аймағы деп аталады. Сибирь дейді орыстар. Осы жер, ал оңтүстігі мінекей мына жақта Иран мемлекетінің территориясы болған. Мінекей жалпылама түрік қағанатының өзінің территориясы. Ал бастапқы кезде жаңа айтам дедім ғой, Алтай тау бөктері қай жер? Алтай тау бөктері дегеніміз мінекей Қазақстанның, Моңғолия, Ресейдің және Қытай жерінің 4 мемлекеттің шекарасын түйісетін жері мына жер Алтай тау бөктері деп аталады. Ең алғашында түркілер осы жерде мекен етіп, кейін мына жерде Хуанхэ деген өзен бар Қытайда. Осы Хуанхэ өзеніне дейін түріктердің өмір сүретін еліктерін созды бумын. Одан кейін жандар енді қазіргі Моңғолия жерінде өмір сүрді дедік қой, сол жақта мемлекет болды. Осы 552 жылы жандарды басып алып, мына бір аймақты өзіне иемденіп алады да, кейін уже ештеңе қалған толығымен Қазақстан территориясын басып алады екен. Ал енді батыс түрік қағанатына тоқталып кетейік. Батыс түрік қағанаты тікелей осы түрік қағанатының жалғасы. Оның екі мемлекеттің біреуі, өмір сүрген уақыты тоже жылдармен беріледі оқушылар, 603 және 704 жылдар аралығында. Бұл мемлекеттің негізі оқушылар 10 тайпадан тұрған екен. 10 оқ тайпа одағынан тұрған. Мемлекеттің негізі деген түсіну үшін оқушылар
мемлекеттің негізгі әскери күші осы 10 тайпадан тұрған екен. Әрбір тайпа бір түменнен шығарды, ал бір түмен дегеніміз бұл 10.000 әскер екен. Яғни әрбір тайпада 10.000 әскер болса, жалпылама осы батыс түрік қанатының 100.000 әскері болған. Оны бізде мысалы Қытай деректерінде ештеме қалған тұсында оның 100.000 адам құрайтын әскері болған дейді. Яғни 10 түмені, 10 тайпадан тұратын 100.000 әскері болған деп деректер қалдырған екен. Лев Николаевич Гумилев деген бізде орыстардың тарихшысы бар. Оның деректері бойынша жалпы бізде батыс түрік қанатының негізін қалаушы оқушылар бізде тардуш екен. Ештеме емес, оқушылар міндетті түрде жаттап алыңыздар. Бізде ол тардуш, тардуш кезінде бізде мемлекет тәуелсіздігін алады. Жалпы бұл мемлекеттің территориясы шығысында тура сол Алтайдан басталып, батысында Каспий теңізіне дейін созылған екен. Бір сөзбен айтқанда, қазіргі Қазақстан Республикасының территориясымен бір болған екен. Бұл мемлекеттің негізгі тайпалары оқушылар Дулу және Нушеби деп аталған. Яғни біз айттық қой жаңа. Жалпы бізде 10 тайпадан тұрса, оның 5-еуі Дулу болған екен, ал 5-еуі Нушеби болған екен. Ал осы Дулу және Нушебилердің негізгі ұйытқысы ол бізде оңтүстік Қазақстандағы Қаратау тауларынан Жоңғарияға дейін, немесе бір сөзбен айтқанда Жетісу жерінде қалыптасқан екен. Сыртқы және ішкі саясатына келетін болсақ, батыс түрік қанатындағы оны өркендеткен хандар деп, яғни олардың хандарын қағандар деп атады ғой. Біз Шегу мен Тон Ябғуды атап өтсек болады. Шегу мен Тон Ябғу билік еткен тұста батыс түрік қанатында оқушылар бізде бұл мемлекет өзінің шарықтау шегіне жетіп, территориясы ұлғайған болатын. Бұл мемлекеттің екі орталығы болған, яғни екі астанасы, біреуі қысқы ордасы Шу өзенінің бойында Суяб қаласы, ал жазғы ордасы оқушылар бұл Испиджаб қаласының маңындағы Мұңбұлақ деген жерде орналасқан екен. Қазір бұл қалалардың орналасқан жерлерін барлығын көрсететін боламын картамен. Ал одан кейін бізде Тоннан кейін Тон Ябғудан билікке Ешпар елтеріс келіп, ол бізде 10 тайпа 10 будун жүйесін енгізеді екен. Бұл не жүйе десеңіздер, оның осындай саясат нәтижесінде ол жағы Дулу және Нушеби тайпаларын бір-біріне біріктіріп, бұл өзінің кері әсерін беріп, кейінірек мемлекеттің құлауына алып келеді екен. Осы Ешпар елтерістің саясаты, қанаттың құлдырауы қалай болды? Қанаттың құлдырауының басты себебі дәл осы Дулу және Нушеби тайпаларының өзара билік үшін таласып, осы екі тайпа арасында қырқыстар басты себеп екен оқушылар. Сөйтіп бізде орталық билік әлсірегеннен кейін бұл мемлекеттен Еділ бұлғарлары бөлініп жеке мемлекетін құрады. Еділ өзен бойында Еділ Бұлғариясы атты. Одан кейін жалпы Қытай қатты қысымшылық көрсетіп, батыс түрік қанатының көп территориясын басып алғаннан кейін бізде жалпылама кейін дәл осы батыс түрік қанатының территориясында, толығымен Қазақстан жерінде 5 мемлекет пайда болады екен. Біріншісі Еділ Бұлғариясы Еділ өзенінің бойында. Одан кейін бізде Хазар қағанаты Кавказ жері мен Еділ өзенінің төменгі ағасында. Барлығын көрсетемін қазір. Одан кейін бізде Қазақстан территориясында 3 мемлекет, Қимақ қағанаты Қазақстанның солтүстік, орталық, шығыс бөлігінде, Оғыз мемлекеті Қазақстанның батысында, ал Жетісу жерінде Түргеш қағанаты пайда болады екен. Экономикасына келетін болсақ, бұл мемлекетте көшпелі шаруашылықта, сонымен қатар отырықшы егіншілік шаруашылықта қарқынды дамыған екен. Бұл мемлекетте қол өнер, сауда, егіншілік, мал шаруашылығы, барлық шаруашылықтың түрі болған. Және де деректерге сәйкес, Шу алқабында Жетісу жеріндегі осы батыс түрік қанатының 20-ға жуық қоныс қалалары, ірі қалалары болған екен. Келесі мемлекет шығыс түрік қанаты, тура сол секілді, жаңағы түрік қанаты екіге бөлінеді қой. Батыс түрік және шығыс түрік. Шығыс түрік қанаты ол екінші мемлекет, бірақ мынау жылына қарайтын болсаңыздар, оқушылар, бастауы 682-ден басталып тұр, 603-тен емес. Осындай кезде сіздерде сұрақ пайда болады. Не үшін батыс түрік қанаты дұрыс 603-тен басталып тұр, ал не үшін шығыс түрік қанаты 682-ден басталып тұр? Бұл сұраққа былай жауап беремін, оқушылар. Жалпы негізінде екі мемлекетте бізде 603 жылы құрылған болатын, бірақ бізде шығыс түрік қанатының территориясы Қытайға жақын болғандықтан 630 жылы бізде Қытай толығымен шығыс түрік қанатын басып алып, шығыс түрік қанаты тәуелсіздігінен айырылады. Сондықтан да біз мынау өзіміздің Қазақстан тарихында біз мектепте өтетін шығыс түрік қанатын екінші мемлекет болып пайда болған кезі, яғни қайта қалпына келген кезі 682 жылдан бастап санайды екенбіз. Ал негізі мынау әлемдік тарихта бұл шығыс түрік қанаты 682 жылдан басталатын бұл екінші шығыс түрік қанаты екен. Мінекей 686 жылы Қытаймен соғыс барысында шығыс түркілер өздерінің мемлекетін қайта құрған екен. Қалпына келген мемлекеттің территориясы қазіргі Моңғолия аумағында құрылған. Жалпы шығыс түрік қанаты негізін қалаушы Құтлық қаған деп білу керексіздер, ал
қапаған тұсында бізде шығыс түрік қанаты өзінің шарықтау шегіне жеткен болатын. Кейінірек бізде 716 жылы Білгек аған және де оның інісі Күлтегіннің билігі кезінде тоже бізде мемлекетті қайтадан нығайту барысында қалпына келтіріп, жалпы бізде мысалы түрік қағанаттарында айттық қой, өркендеткен қағандар Шегу мен Тон деп атап өтетін болсақ, шығыс түрік қағанатында бұл бізде Қапаған, Білгек аған және оның інісі Күлтегін екен. Осы қағандар бізге билік еткен кезде шығыс түрік қағанаты өзінің шарықтау шегіне жеткен. Кейін енді бұл қағандарда мәңгі өмір сүрмейді. Бұл қағандар қайтыс болғаннан кейін мемлекетте саяси дағдарыс басталып, мемлекет әлсірейді, орталық билік әлсірейді. Сөйтіп, осы мемлекеттің құрамында болған Қарлұқ және Ұйғыр тайпалары бірге отырып, бізде шығыс түрік қағанатын құлатқан болатын 744 жылы. Осылайша бізде жалпылама Ашина әулеті өмір сүруін тоқтатады екен. Ал оқушылар, мына жерде дәл осы мен айтып өткен шығыс түрік және батыс түрік қағанатының территориясына назар аударсақ, қазір мінекей мына жерде қатты қоңыр түспен бұл шығыс түрік қағанатының территориясы, яғни біз айттық қой жаңа Моңғолия жерінде немесе шығысында Манчжуриядан басталып, оқушылары батысында Алтай тау бөктеріне дейін созылған. Яғни бұл екі мемлекеттің территориясын бөлетін шекара бұл Алтай тау бөктері екен. Одан кейінгі батыс түрік қағанатының территориясы шығысында Алтайдан басталып, батысында мінекей Каспий теңізіне дейін созылған екен. Жағымен айтып өткен бізде батыс түрік қағанатының екі орталығы Суяб пен Мыңбұлақ. Оқушылар бұл Жетісу аймағында, Қазақстан оңтүстігіндегі Шу өзені бойында мына жерде Суяб қаласы, одан кейін Испиджаб деген қазіргі Шымкент қаласын білеміз ғой. Сол Шымкенттің қаласында маңында Мыңбұлақ деген жерде орналасқан екен. Ал оқушылар, бүгінгі сабақты мынандай бір керемет Наполеон Бонапарттың сөзімен аяқтағым келіп отыр. Ол айтады, менің сөздігімде мүмкін емес деген сөз жоқ дейді. Яғни сіздерде осы ұстануларыңыз керексіздер. Бүгіннен бастап мүмкін емес деген сөзді айтпаңыздар оқушылар, барлықтарыңызда грантқа түсуге мүмкіндіктер бар. Сау, саламатты болыңыздар.